Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өскелең ұрпаққа жол ашу үшін барлық жағдайды жасау қажеттігін айта келе, жаңа кірген барыс жылын балалар жылы деп жариялады. Балаларды қорғау дегеніміз әрбір сәбидің тыныштығын қорғау, тәтті ұйқысын бұзбау, алаңсыз күлкісін тоқтатпау деген сөз. Арманы бір, үні бір, аға ардақты Үмігүл, бақыт туын көтерген балалардың күні бұл дей келе, мектеп директорының міндетін атқарушы Майкенова Мадина Кабулкаривнаға сөз кезегі беріледі. Құрмет, қошеметтеріңіз. Ан қолында тұр ей. Қолында тұр. Айлы маған қара. Оны Омар жеп қойған. Canım canım. Sürdün. Sen 12 değilmesin. Sen 4 değilsin. Arkadaşlar ben olmadamım. 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 Ne? Sen 12 değilmesin. Sen 4 değilsin. Arkadaşlar ben olmadamım. Olmadamım. Ne?